97-ші мектеп гимназиясы 24 жыл қаңтарда ашылған болатын. Өздеріңіз көріп отырған мектеп басында ашылған кезде коррупционерлерден қайтарылған қаражатқа салынды. Ол енді жобамен 4 миллиард 57 миллиондай қаражат, соғанмен өздеріңіз көріп отырған мектептің құрылысы салынды. Қазір 2457 бала оқып жатыр, білім алып жатыр. Стандартқа сай, көбісі сұрайды бұл мектепті частный, жекеменшік мектеп пе деген сұрақтар қойып жатады. Біз әрине бұл мемлекеттік мекеме, өйткені барлық жағдай жасалған, балаларға барлық мүмкіндік қарастырылған, оны өздеріңіз көрулеріңізге болады. Біз қуаныштымыз әрине, біздің Астанада осындай жаңа заманға сай мектептің ашылғанына біз қуаныштымыз. Наша школа бесплатная, работаем мы по стандартам государственным. Так, есть у нас несколько проектов. Один из проектов – это ЗИРЕК. На классы, 1 и 2 класс, которые обучаются по этой программе. Это авторская программа нашего директора школы, где детей учат национальным традициям. Так учат культуре казахской. Дети у нас играют на домбре, они поют, они танцуют. Это все входит в эту программу. Кроме этого, мы сейчас разработали один проект, который использует искусственный интеллект. Благодаря этому проекту, я думаю, у нас в следующий год дисциплина будет отличная в школе, потому что там очень много таких вот фишек интересных, которые вот нужны в школе. Мы как сейчас апробацию проходим, первый опыт на нашей школе, в общем. Такой проект. Енді осы мектебіміз гимназия болғандықтан, біз миссияны таңдап алдық. Мектептің миссиясы парасатты тұлға дайындау деген бізде миссияның бір бөлігі бар. Көп тілді деп біз алдық, ол ағылшын, француз тілі. Сонымен қоса парасатты деген дипломаттар, заңгерлер мектебін ашу. Міне сондай мақсатта 2 жылда әжептәуір өзінің жұмыстарын, нәтижелерін көрсетіп жатыр.